Мә, ала қой. Азда болса көмек болады. Мәскеуден балам салып жіберіпті. Аман болса тағы салады. Жоқ, апа. Маған ақшаларыңыздың керегі жоқ. Сіздерді жібере алмайым. Мені дұрыс түсінші. Үйде кішкентай немерелерім жалғыз қалған. Кешірерсіз, апа. Бізді сырттан қоршап алған. Есікті ашуға болмайды. Ағатай, сізді жақсы түсінем. Өтінем, ағатай. Мен асаба болып істейм, ағатай. Мен де елмен жұмыс істейм. Бүгінгі тойым басталайын деп қалды, ағатай. Мені ел күтіп қалды, өтінем, мен жібере салыңызшы. Қаласаңыз, кешегі тойымның ақшасы бар. $800 аға, берейін. Бүгінгі тойымдікінде берейін. Аға, алда бәрі жақсы шешіліп қалса, той жасасаңыз, тегін жүргізіп берейін, аға. Өтінем. Мен жібере салыңызшы, аға. Өтінем. Мені кешіріңдер. Сіздерге зияным тимейді. Уәде берем. Амал жоқтан осы іске бардым. Жұбайымды құтқаруым керек. Сіздерден өтінерім. Тыныш отыра тұрыңыздаршы. Маған деген көмектеріңіз сол болсын. Өтінем сіздерді. Онда телефон соғуға рұқсат берші балам. Немерелерімді көршілерге табыстап қояйын. Жақсы, апа. Телефоныңызды алыңыз. Бәрін телефондарыңды алып, зәру жұмыстарыңды бітіріп алыңдар. Сосын орнына қойып қойыңдар.